Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз 4-ші сынып 36-шы сабақ. Мәдени мұра дегеніміз не? Сөйлемнің дара және күрделі мүшелері. Бір тақырыпта берілген мәтіндерге салыстырмалы түрде талдау жасаймыз. 17-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтінді бірге оқиық. 1970 жылы Есік қаласынан алтын адам ескерткіші табылды. Оны археолог Кемел Ақышев тапқан. Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілген. Бас киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас, биік, шошақ төбелі, ұзындығы 70 см. Алтын адам сол кездегі сақтарда мемлекеттік өркениет болғандығының дәлелі. Енді біздегі тапсырма мәтіндегі мазмұнына сүйеніп сұрақ-жауап түріндегі диалог құрастыру және қарамен жазылған сөйлемнен күрделі мүшені табу. Ол қай сөз табынан жасалғанын анықтау. Сұрақ-жауап диалог. 1970 жылы Есік қорғанынан қандай ескерткіш табылды? Алтын адам ескерткіші табылды. Алтын адам ескерткішін кім тапты? Археолог Кемел Ақышев тапты. Алтын адамның бас киімі қандай? Биік, шошақ, төбелі, ұзындығы 70 см. Алтын адамның киімі қалай безендірілген? 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілген. Біздің келесі жаттығуымыз ол сөйлемді қарамен жазылған сөйлемнен күрделі мүшені табу. Оны археолог Кемел Ақышев тапқан. Бұл жердегі күрделі мүше Кемел Ақышев. Неге? Себебі бұл адам аты. Сөз табы зат есімнен жасалып тұр. Келесі тапсырмаға көшетін болсақ, 18-ші жаттығу. 18-ші жаттығу кестені толтыру. Сөйлемнің дара мүшелері, сөйлемнің күрделі мүшелері. Мәтіндегі сөйлемнің дара мүшелері мен күрделі мүшелерін кестеге бөліп жазамыз. Сөйлемнің дара мүшелеріне есік, биік, киім, табылды, тапқан, безендірілген, ұқсас, ескерткіш, оны археолог сақтар деген сөздер жатады. Сөйлемнің күрделі мүшелері екі сөзден құралған, болмаса басқа да сөз тіркестерінен құралған күрделі сөздер. Бұл жерде алтын адам, есік қорғаны, алтын әшекей, мемлекеттік өркениет және қазақ киімі. Осы тапқан күрделі мүшені құрастырып, сөйлем құрап жазайық. Мен есік қорғанына барып қайттым. Ол жақтан алтын адам ескерткішін көрдім. Алтын әшекейлермен безендірілген киімді ұстадым. 19-ші жаттығу. Мәтіннен күрделі мүшелерді теріп жаз. Мәтінді оқиық. Маңғыстау. Байлық тұнған түбек, атанған ғажап өңір Маңғыстау. Ол Мыңғыстау сөзінен шыққан. Картадан қарағанда әйел адамның сұлбасы көз алдыңа елестейді. Академик Қаныш Сәтбаевтың бұл өңірді ұйқыдағы аруға теңеуі тегін емес. Көктен қараған адамға құлазыған құла тұз көрінетін Маңғыстау небір ғажайыптармен ерекшеленеді. Мұнда табиғи ескерткіштер, ежелгі құлпытастар мен көшпенді ата-бабаларымыздың қолтаңбалары самсап тұр. Күрделі мүшелерді теріп жазамыз. Байлық тұнған түбек, Мыңғыстау, әйел адамның, Қаныш Сәтбаевтың, теңеуі тегін емес, ата-бабаларымыздың, көктен қараған адамға құлазған құла тұз көрінетін ұйқыдағы аруға. Енді осы тақырыпқа байланысты
өлең шумақтарын аламыз. Дерек көздерден: Маңғыстауым мұнайлы, сондай маған ұнайды. Фонтан мұнай атқылап, көктен жерге құлайды. Бұл жердегі ғылыми дерек Маңғыстауым мұнайлы сөзі. Келесі жаттығу: Түркістан киелі шаһар тақырыбында парталасыңмен сұхбаттас. Бұл жерде бізге кесте түрінде Түркістан, көне қала, кесене, ғажайып тайқазан тарихи орындар секілді ақпарат берілген. Сұхбат: Айжан және Айдардың сұхбаты. Мысал ретінде: Сен Түркістан қаласына барып көрдің бе? Я, Түркістан өте көне қала екен. Ол оңтүстікте орналасқан. Түркістанда тарихи орындары бар, шын ба? Я, әрине. Кесенелер, көне тарихи ескерткіштері өте көп. Әдемі, үлкен, ғажайып тайқазаны бар. Ал сен қандай кесенелерді көрдің? Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Сұлтан Бегім мазары, Арыстан Баб, Домалақ ана кесенелерін көрдім. Ақпаратпен бөліскеніңе рахмет. Біз Түркістанның қандай көне қала екенін білдік. 21. Әлеуметтік желі арқылы келген хабарламаны оқы. Тарихи ескерткіштер өте көп. Түркістан қаласын аралап, киелі орындармен танысуға шақырамыз. Бұл сөйлемдер ретсіз орналасқан болғандықтан, бұл сөйлемдерді біз біріктіріп түсінікті сөйлем құрастырдық. Түркістан қаласының тарихи ескерткіштері өте көп. Сіздерді Түркістан қаласын аралап, киелі орындармен танысуға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет. Сабақ ұнаса тіркеліп белсенді болайық.